Бағдарламамызды мәдениет жаңалығымен давам етіреміз. Қарақалпақ мемлекеттік қуыршақ театры жәмәті жаңа сиқырлы жүзік пьесасы үстінде жұмыс бастады. Мемлекеттік бұйыртпа театрында сахналастырылып отырған шығарманың таярлық процесі һәм Ахмет ақында хабаршымыз турудан-туры мағлұмат беруге таяр тұр. Мархамат, эфирдесіз. Рахмет, студия. Кішкенелерімізді мехр ақыбетлі болуға, олардың қалбінде инсанилық позитетлерді сіңдіруге бағдарлаушы бол шығарманың авторы өзбек драматургы Хадияхан Абидова. Этибарлы тарепі шығарманы Қазақстан Республикасы Астана қаласындағы Академиялық Рус драма театрының бас режиссері Бекболат Парманов сахналастырып отырды. Екі мемлекет арасындағы достық мұнасебетлерін бекемлеу, тәжірибе алмасуды мақсат еткен бұл ләжлар өзінің ұнамлы нәтижесін береді деген үміттеміз. Бізде сәубетлес бар. Енді бұл сахналастырып отырған шығарманың басқа пьесалардан айырмашылығы қандай? Айырмашылығы жүдә үлкен, өзгеше, себебі біздерде тәжірибе алмасу бар. Тәжірибе алмасу бұл кейінгі уақытта балаларды сахнада заман талабына сай спектакльлермен балаларды өздерімізге көп қамтып алу, оларға бұрын біздер көзлері қимылдайтын қуыршақлар менен спектакль қойып берген болсақ, бұл спектакльде қуыршақтың ішкі хамме эмоциясы қуыршақта көрсетіледі. Ол жылау мүмкін, ол қуану мүмкін. Хаммесін қуыршақтың ішкі эмоциясын көрсетіп береді. Бұл қуыршақларды көрсетіп беру үшін біздер тек сырттан режиссер емес, хаттекі Россия Федерациясынан художникта шақыртылған. Ол біздерге кейінгі заман талабына сай қуыршақларды соғып беріп атырды. Сол біздерге үлкен тәжірибе алмасу һәм де үлкен жаңалық болды. Енді бұл өзгерістер, бұл жаңалықлар сіздерге не береді? Біздерге көп нәрсені береді. Себебі біздер алдын халықаралық фестивалларға қатынасқан болсақ, енді біздер арқайын қорықпай дүния жүзілік фестивалларға қатынаса аламыз. Себебі біздердің қойылып атырған спектакльде дүния жүзілік фестивалларға жауап беретін қуыршақлар бар, жауап беретін сахна бар, жауап беретін свет бар. Сондай біздерге дүния жүзілік фестивалларға қатынасуға бір үлкен қадем болды. Сондай дүния жүзілік фестивалларға қадем қойып беріп атырған, үлкен есіклерді ашып беріп атырған бұл біздердің әлбетте жұртбашымыз. Осы шығудан пайдаланып жұртбашымызға біздерге беріп атырған үлкен үтібарлары үшін көп рахмет айтамын. Әлбетте сіз берген мағлұматлардан кейін менің өзімде де сонда бір үлкен қызығушылық оятты. Тезірек бұл спектакльді көру. Әлбетте ойлаймыз, көркемөнер классменттерін театрға жақынластыруда, актерлардың тәжірибесін асыруға үлкен мүмкіншілік жаратып атырған бұл дөретушілік жұмыстар өзінің ұнамлы нәтижесін береді. Рахмет, студия.